Бүгін сіздермен сырная шарики жасайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші 2 жұмыртқаның ақуызын салып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Жұмыртқаның ақуызын осылай көпіргенше миксерлейтін боламыз. Үккіштен өткізілген ірімшігімізді осылай ақуызымызға салып, жақсылап тұрып, оны да араластырып аламыз. Ұнымызды біртіндеп қоса отырып, оны да араластырамыз. Шыққан массамызды осылай дөңгелектеп аламыз және де оны жұмыртқаға малып, панировочный сухариға аунатып аламыз. Шыққан ірімшікті дөңгелектерімізді осылай майға екі жағын айналдыра отырып қуырып аламыз. Сырная шариктеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Ас әлемі арнасы.